жасөспірімдер бойындағы жат ағым белгілері. Жат діни ағымдардың ықпалына түскен мектеп жасындағы балалардың мінез құлқында, дүние танымында және сыртқы бейнесінде бірқатар өзгерістер байқалуы мүмкін. Мінез құлықтың күрт өзгеруі бұрынғы достарынан, сыныптастарынан және отбасынан алыстайды. Жат ағымдағы адамдар басқалардың көзқарасын қабылдамауға бейім болады. Олар өз пікіріне қарсы шыққан адамдарға қатал жауап беріп, агрессивті мінез көрсетуі мүмкін. Ерекше діни терминдерді қолдану, жат ағымға тән сөз тіркестері мен ұғымдарды жиі айтады. Дәстүрлі ислам мен қазақы танымдарды жоққа шығарып, шынайы дінді ұстануға үгіттейді. Дәстүрлі ислам ғұламаларын мойындамауы, Қазақстан мемлекеттік діни басқармасының мақұлдаған имамдары мен ғалымдарды теріске шығарып, белгісіз әрі күмәнді уағызшыларды тыңдайды. Көбінесе әлеуметтік желілер мен жабық чаттарда жалған діни ақпараттарға сеніп, солар арқылы бағыт алады. Дәстүр мен ұлттық құндылықтарды мойындамау, Құран бағыштау, жеті нан тарату сынды үйреншікті дәстүрден бас тартады. Ұлттық салт дәстүрлер мен мерекелерді дінге жат деп қабылдамайды. Діни білім алу маңыздырақ деп ғылымды мойындамайды. Сабаққа қызығушылық танытпайды. Ғылымға негізделген пәндерге қарсы көзқарас білдіреді. Ұстаздардың ескертуіне құлақ аспайды. Мектеп ережелеріне бағынудан бас тартады. Сырт келбет пен киім кию стилі де өзгереді. Қыздар үнемі қара киім киінеді. Бет аузын жабуға әуес болады. Ұлдар қысқа балақ шалбар киіп, кейде ұзын шаш өсіруге құмартуы мүмкін. Бұл өзгерістерді діни талап ретінде қабылдап, сынға ашық қарсылық білдіреді. Тамақтану тәртібінде қаталдық. Мектеп асханасындағы тағамдардан бас тартады. Халал емес деген себеппен кей тағамдарды жемейді.